Бүгін Шымкент қаласында бас муфтидің бастамасы Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы халал даму мекемесінің ұйымдастыруымен Халал Экспо 2021 көрмесі басталды. Іс-шараға діни басқарма төрағасы бас муфти Наурызбай Қажы Тағанұлы, наиб муфти Ершат Ағыбайұлы, Шымкент қаласы әкімінің бірінші орынбасары Шыңғыс Мұхан, халал даму директоры Айбек Асқарбекұлы қатысты. Алғы сөз алған бас муфти халал индустриясын дамытуға үлес қосқан барша кәсіпорынға алғысын білдірді. Адал асқа үлес қосып жатқан кәсіпорын иелеріне, осы әрбір азаматымызға еліміздің Алла разы болсын дегім келеді. Өйткені барлығымызға белгілі, қазақ әрқашан адал асқа ерекше көңіл бөлген. Өйткені адал ас арқылы біздің сөзіміздің түзелуі, біздің ойымыздың түзелуі, біздің ғибадатымыздың, құлшылықтымыздың қабыл болуы шариғатымызда айтылып кеткен. Көрме барысында бас муфти бастаған делегация жәрмеңкені толық аралап шықты. Көрмеге 50-ден астам отандық кәсіпорынның өнімдері қойылған. Бұл жерде Казбифтің өткен жолы ерекшелігі, Татарстандағы өткен жолы Қазан Экспоға барды ғой. Қазақстанның атынан ол жерде стейк жасайды. Күніге 50 кг. Сонымен қатар Халал Экспо 2021 көрмесіне Ресей, Өзбекстан, Қырғыз елінің кәсіпкерлері де өз тауарларына келген. Айта кетейік, халықаралық көрме 2 күнге жалғасады. Халал Экспо 2021 халықаралық көрмесі бүгін Шымкент қаласында өтіп жатыр. Бұл көрме 2 күн бойы өтеді. Бұның басты ерекшелігі халықаралық деңгейде өтуі. Бұл тұңғыш рет халықаралық деңгейде өтіп жатыр. Атап айтсақ, бұл көрмеге Өзбекстан, Қырғызстан, Ресей елдерінен біздің әріптестеріміз және де сол мемлекеттерден КМДВ халал сауда белгісімен өнім өндіретін жаңағы кәсіпорындар, сонымен қатар отандық өнімдер 50-ге жуық кәсіпорын келіп қатысуда. Бұл көрменің басты ерекшелігі бүгін осы жерде жаңағы кәсіпорындардан тікелей нарықтан төмен бағада халық сауда жасайды.